Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бірінші бөлім отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер. Екінші сабақтың тақырыбы қазақ отбасының дәстүрлері. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. 6-шы бет 5-ші тапсырма бойынша, оқылым тапсырмасы бойынша мәтінді оқы. Оқылған мәтін бойынша 7-ші тапсырма 6-шы беттегі тапсырманы орында. Мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексер. Мына жерде бізде сөйлемдер берілген. Бұл сөйлемдер арқылы ақпараттың дұрыс, яғни иә екендігін, не болмаса бұрыс, яғни жоқ екендігін анықтаймыз. Осы тапсырма бойынша дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінді түсініп оқиды 1 балл. Мәтіннен 3 иә ақпаратты анықтайды. Әр дұрыс жауапқа 1 балдан беріледі. Мәтіннен 3 жоқ ақпаратты анықтайды. Егер сіз иә жауабын үшеуінде дұрыс табатын болсаңыз 3 балл, жоқ ақпараттың үшеуінде табатын болсаңыз 3 балл. Жазылым тапсырмасы 1-ші тапсырма 4-ші бет. 1-ші диаграммаға отбасымен байланысты туыстық атауларын жазамыз. Яғни отбасы мүшелері. Мысалы, әке, ана, тағы басқалары. Ал 2-ші диаграммаға қандай отбасы деген сұраққа жауап жазатын боласыңдар. Қандай отбасы? Үлкен отбасы. Қандай отбасы? Бақытты отбасы. Қандай отбасы? Тағы да басқа өздеріңіз жазыңыздар. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аудар. Отбасы мүшелерін жазады 1 балл. Қандай отбасы деген сұраққа жауап береді 1 балл. Орфографиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.